Бұл кәсіппен айына 5 миллион теңге табуға болады. Қызық болса, видеоны соңына дейін көр. Причем есть люди, которые помогают встать на эту программу, тоже нужно откинуть. Короче, максимально казахская схема. Кургон-бегом есептейтін болсақ, бір 250-300 миллионға барады. Есть не очень хорошие люди, которые чисто зарабатывают на этом. Дәулет досым бұғаның бәрі шындықты айтамын. Құрметті достар, Скердің жаңа шығарылымы, және бүгінгі шығарылымда футбол бизнесі, футбол академиясы жайлы бізге түсіндіретін Дидар Сыдықбек ағамыз. SD Family. Біз қазір қай жердеміз? Біз қазір біздің балалар академиясындамыз. Бақытбек арена деп аталады. Менің әкемнің атымен аталған. Бұл арманға көптен бері жете алмай жүрген едік. Осы 2023 жылы жеттік, құдайға шүкір. Осындай аренда салды. 2 жыл. Осындай академия салуға қанша қаражат кетті? Егер де жермен, бәрімен былай кургон-бегом есептейтін болсақ, бір 250-300 миллионға барады. Одан бөлек енді мелкий қаражаттар бар, непредвиденный расходтар. Тентпен бәрін жаптық, административный зданияны өзің көрдің, баня сияқты қайнап тұр. Қазір полностью аралап. Оның бәрі енді үлкен қаражат қой, енді былай айтқан кезде. Егер де былай тяп-ляп сала салатын болсаң, 150-100 миллионға да салып тастауға болады, бірақ та оның іші азынап даладағыдай болып тұрады. Минимум 150 миллионға 150 миллионға салуға болады. Жалпы школьный бір академия болу үшін обязательно осындай бір база керек пе негізі? Енді барлықтары команданы аша салып, біз чемпион боламыз деп мысалы алға ұмтылады ғой. Біздің мақсатымыз басқаша болды. Біз алдымен өзіміздің академиямызды реттеп алдық, балаларды жинап алдық, өзіміздің күшімізді біліп алдық. Содан кейін инфрақұрылымға қаратай бас бөлдік. Былай айтқан кезде қазір құдайға шүкір 2023 жылы біз жекеменшік клуб бола, жалғыз ғана команда шығармыз. Өзіміздің осындай объектілеріміз бар. Мысалға бізде балалар академиясының мынандай толыққанды академиямыздың тенті бар, мысалға, алаңы бар. Және де стадионымыз бар. Так, жалпы түсіндірейік, футбольный академия деген не ол? Бұл балаларға арналған, жасөспірімдерге арналған, былай айтқан кезде трамплин ғой, өзінің мықты качестволарын нығайтып, ары қаратай профессионалдық карьераға, профессиональный футболист болуға деген сияқты трамплин. Бірақ та балалар академиясы деген кезде әр адам оған әртүрлі қарайды, мысалға. Біреулер бизнес ретінде қарайды, екіншілер оған былай өмірлік мәні сияқты қарайды. Мысалы, бізде былай айтқан кезде приятность полезен. Ақшада тауып білеміз, бірақ та балалардың болашағында. Біз негізінде артымызда тұр, сразу айта кетейік, бұл біздің профессиональный команда, SD Family. Осы команда осы биыл бірінші лигаға шықты. Келесі сезон біз Қазақстанның бірінші лигасында. Біз бірінші лигаға шықтық, бірақ та біз өзіміздің жас өспірімдеріміз үшін, академия үшін екінші лиганы да қалдырып жатырмыз. И біз оны неге былай іліп қойғанымыз, өйткені біздің жас өспірімдер осы жерде жаттыға жүру, қарайды да айтады, бір мотивация болсын, біз осы жерде негізінде ойнауымыз керек деген сияқты. Ар жақ бетінде енді ол біздің былай айтқан кезде үлкен бір проектіміз ғой, медиа команда. Осы медиа команданың арқасында біз Қазақстанға былай айтқан кезде танылып, үлкен проекттер, белестерге, жетістіктерге жетіп жүрміз. Негізі ол осы құраммен емес, толықтай үлкен құрам ғой негізінде. Біздің құрамда 35 блогер бар ғой негізінде. Мына жерде де бізде 25 ойыншымыз бар, просто ұзағынан келе жатқан осы көптеген бір SD үшін еңбегі сіңген адамдарды іліп қойдық. Мына жерде мысалға міне трибунамыз бар. Мына жерде 200 адам сияды, 2 ряд. Жүр, Дәулет. Так. Мынау міне біздің коридор ғой. Мына жерде міне бізде балаларға былай айтқан кезде комфортный раздевалкалар, мягкие сиденья. Мына жерге сөйтіп отырады, киімдерін шешеді, мына жерге аяқ киімдерін қояды. Өздерін шапка-мапка мына жерге қояды да, мына жерге өздерінің заттарын тастап кетеді. Шкафчиктің кілтін жауып кетеді да, тренировкаға кетіп қалады мысалға. Осындай бізде получается 2 раздевалка, мынандай душы бар, душты көрсетейін. Мына душ бар ма? Мына жерде міне душ. Ішіне жіп жылы екен, кәдімгі? Айтып жатырмын ғой мен. 3 душы ғой. Осы футбольный академиядағы жалпы сотрудниктер келетін болсақ, ең главный сотрудниктер ол кімдер қазір нақты? Именно академия. Менің ойымша, академияда главный это тренер сияқты, да? Әрине, бізде, получается, есть руководитель, получается, академии. Руководитель академиядан кейін, получается, бізде тренерлер категориялар А, Б, сосын бар, С, Д деген сияқты. И методисттер бар, 2 методист бар. И олар, мысалға, мынау, былай айтқан кезде, біздің главный точка болғаннан кейін, бізде басқа да точка бар. Жаңағы қазір ертең стадионға барамыз. Қазір барамыз ғой, мысалы, Нұрлы деген
поселок сол жерден біздің тағы точкамыз бар, қалада 1-2 точкамыз бар. Бірақ главный офис осы жақта. Осы жақ, Не, ну коридорды көрейік мен. Коридорда бізде өте қызық не. Балалар қазір кіріп шығып жатыр не. Не бізде медиа команда не, халық толы не трибунада. Алматыда ма? Жоқ, мынау Астана аренада. Мен мынау зимний МФЛ-де мына жерде не алдық бәріміз алғашқы былай жарысымыз. Мына жерде не 2019 жыл мынау біздің проф команда болып бірінші жыл заявляться еттік. Мынау 2020 жыл біздің екінші жыл проф командамыздың. Мынау 2023 жыл, который вот неге бұны отдельно рамкаға салып қойдық, неге десек, айтып жатырмын ғой, осы жігіттер бірінші лигаға біздің команданы шығарды, намысын қорғады. Сол үшін бұл бір тарих. Мен түсінген бойынша негізі бірінші лигада частный команда біріншісі ойнай ма? Вообще Қазақстанда частный командалар жоқ. Негізі, иә, біз ғанамыз ғой. Медиа лига ретінде біріншісі емесіңдер? Иә, біз бірінші медиа команда болып, жаңағы Амкалмен алғашқы рез мен алып келдім. Ол туралы тоже қазір сұрақ қойсаң айтып беремін. Қызық. Мына жерде бізде получается академия. Жаңағы медиа команда қалай құрылды десең, ол алғашқы рет Амкалды алып келуге 70 миллион қаражат кетті. 70 миллион, ол гонорарлары, матчты ұйымдастыруымыз, трансляция бар демекші, соның бәріне кетті. И содан кейін өзіңіз қаражатыңыз? Иә, өз қаражатым, бір партнерлардан бір ары кетсе бір ол бастапқы кезінде ғой, бір 5-10 миллион кеткен. Дамуым жағымыздан бізге үлкен үлесін қосып бізді қолдап жатыр. Оны айта кету керек. Сөзін ашығы керек қой. И сол медиа бірінші ойыннан кейін медиа команда біздің дами бастады. Біз сосын тағы да Тудроцты алып келдік. Басқа командалар ашылды. Сосын медиа лиганы аштық. Сөйтіп медиа командалар сөйтіп дамып кетті Қазақстанда. Футбольный академия шоу үлкен қаражат алып келмейді, сразу айтайын. Егер де сен масштабына бұл проектқа қарамасаң, біз негізінде енді масштабына қарағаннан кейін біздің воспитанниктер арқылы мысалға қаражат келіп жатыр. Біздің 2021-2022 жылдар арасында біздің академиямызда 4000 балалар болды, оқушы болды Қазақстан бойынша. 4000. И өзіңіз просто калькуляторды алып былай есептесеңіз. Қазір мен сол жаққа қызық болып тұр қазір. 4000 адам басына примерно қанша теңге? Средний 15000. 15000 теңге. Енді есептесеңіз мына жерде бір примерно шығарып тұрмыз ғой сияқты. Иә, өзіңіз есептеңіз. Содан кейін там, грубо говоря, там 30% жаңағы адам расходты алып тастасаңыз, таза пайда көзі шығады. Маржа 70% па? Ну, 70%, иә, в среднем. Негізі высокий маржа. Иә, егер де айтып отырмын ғой, бастапқыда қиындау. Бастапқыда қиын, адам бұл жерде былай ғой, SD Family-ға қазір адамдар келеді. Неге десең, сол уже бренд, ол уже адамдардың көзге үйреніп қалған. Біз өзіміз дамып келе жатырмыз, өз қаражатымызбен. Біз былай айтқанда миссиямыз премьер-лигаға шығу, одан кейін Европаға шығу деп елдер может күлетін де шығар бұны көріп жатқандар. Но бірақ арман бар. Арман бар, иә. Негізі осындай бір академия ашу үшін бастапқыда арендаға алып жұмыс істеуге бола ма? Иә, арендаға алып бізде сөйтіп істедік қой, мысалға. Біз былай айтқан кезде 2023-тен бастап қана былай инфрақұрылымға ақша жинап, содан кейін ғана барып былай салдық, стадионды салдық, нені соқтық жаңағы, осы базамыз соқтық. И былай айтқан кезде 7 жыл, біз 8 жыл далада маңырап, біреуге аренда төлеп жүрдік, бірақ та ол өте қиын. Мына жерде мен папам осы кісі ғой негізінде. Осы кісінің атында жазған, осы кісі, жоқ, Бақытбек арена. Сыдықбек арена атамның атына. Неге деп сұрасаңыз, ол осы екі кісі ғой. Мен ауылда атамның қолында өстім. Тауда, жайлауда жүгіріп, осы футболист боласың деп, сол кісі негізінде маған басқа профессия болмайды. Сеніп, әкем екеуі осы адам қылды ғой, былай айтқан кезде. Біздің мына жерде кіреберісте біздің кішігірім балалардың жетістіктері бар демекші, кубоктар бар. Администрацияда мысалға бізде бұл жерде тренерский штаб өздері кіріп, былай расписаниясын жазады, методист отырады. Осы кәсіпте негізі сезон бар ма? Жоқ, сезон деген бұл 24-ке жеті ғой. Қысы жазы? Қысы жазы 24-ке жеті, футбол деген бәрі ойнайды мысалға. Біздің мысалға қазір алаңды алатын болсақ, мысалы академиядан тыс алаңымызға мысалы түнгі сағат 2-3-ке шейінге футбол ойнайтын адамдар бар. 2-3-ке дейін. Иә, таңға шейін баняда болады олар мысалға деймін да. Не қараңыз, мына жерде балаларға өздерінің шкафчиктарын жасап қойдық. Бұл бағанағы разилкадан бөлек, бұл тек баняға келеді, өздері там определенный циклдан келіп демалады.
сосын ары қаратай мына жерде бізде бұл сонда қазір оқушылардың жаңағыдай сіздерде абонемент алған кезде осының ішіне кіре ма сонда ол баняға? абонемент алған кезде біз енді профи игроктарға арналған. жоқ, бұл жерде проф бәрі медиа академия бәрі қолданылады, өйткені бұл өзіміздікі ғой. Біздің самый айтқан кезде неміз ғой, балалардың тоже кіріп өте қатты былай көмектесетін цикл, каждый цикл, апталық циклдан кейін баняға түседі. Мына жерде міне жер астынан су кіргізіп, проруб арқылы, мына жерде кәдімгі салқын су, табиғи фильтрациядан өтіп тұрады. Негізі бұл футболистер үшін осы баня маңызды ма негізі? Әрине, апта сайын қиын жаттығудан кейін оларға өте маңызды бір аяқтарын жібітіп массажын алу деген сияқты. Так, жалпы осы егер де мысалы біреу вообще мүлдем футболға қатысы жоқ адам. Мысалы мен алайықшы, мен мысалы мүлдем футболға қатысы жоқ. Мен әлі күнге офсайд деген не екенін білмеймін. Да? Вот мысалы осындай адам мен кәсіпті осындай бастауға бола ма негізі? Болады. Егер де бұған қалай қараса, мысалы, біреулер айтып жатыр ма, бизнес ретінде қараса, мен ойымша... Енді бізде канал басынан бизнес ретінде арналған, сондықтан бизнес ретінде қарайтын болса. Мен негізінде сөзін ашық керек, өте қатты жақтырта бермеймін, неге футболға бизнес ретінде қарап. Ол дұрыс бір жағынан. Егер де сен даже профессиональный кәсіпқой футболды бизнес ретінде қарасаң, ол дұрыс. А мысалы балаларға бизнес ретінде, только бизнес ретінде қараған, ол сен біреудің болашақ уақытын мысалға жоғалтып жатсың. Мысалы бір сөзін айтқан кезде, ол уақытты осы болашағы жоқ мектепке құртқанша, оданша академиялары бар мысалға. Жаңағы біз сияқты хотя бы академияға келіп, өзінің бір болашаққа ұмтылып, футболист болам деген арманын орындайды да. Егер де негізі партнер болатын болса, ол кезде партнер болып жұмыс етеді дұрыс сияқты, мне кажется. Иә. Мысалға сіз мысалға қазір ашылсаңыз, Алматыда мысалға, бізден мысалға франшиза алып, SD Family болып, и сіз өз воспитанниктарыңызға айтуға болады келген балаларға. Сендер өздерін жақсы көрсетсеңдер, SD Family'дің командасына, екінші лигасына, немесе бірінші лигасына, либо группа подготовкасына өтесіңдер, давай жұмыс істеңдер деп. Сіз ешкімді алдамай, балалардың болашағы болады да. Мысалға там футбольный клуб там бір нәрсе деп ашып алып, оны құрған ақшасын алып, оған ешқандай там бір жабық бір алаңда жасатып, ешқандай болашағы жоқ уақытын алып отырсаң, ол дұрыс емес сияқты мен. Егер олар сондай адамдар сіздерге дайындап беріп отырса футболды. Біз негізінде өте былай риза боламыз, егер де жекеменшік клубтар бізге шығып партнерство былай нетіп, мықтыларын жіберіп отырамыз десе, біздің мақсатымыз сол, үздіктерін жинап алу жекеменшік футболдан. Міне дәл қазір біздің балалар жаттықтыру жұмыстарын бастап жатыр. Өстіп, емін-еркін келіп, өз еміздесіп жаттығып жүреміз. Дәл осындай, қазір сіздер SD-нің қанша академиясы бар қазір? Бізде екі қана академиямыз бар. Ол Алматы қаласында және де Астана қаласында. 1000-ға жуық біздің оқушымыз бар. Түсінікті. Мынау біздің міне кіреберісіміз, міне әкемнің аты үлкен әріппен жазылып тұр. Ол маған өте былай енді мақтан тұтамын да, өйткені сіз үшін маңызды болды. Маңызды болды. Маған өйткені әкемнің арманы болатын негізінде қалада осындай бір алаң соқсақ деген сияқты. Құдайға шүкір. Мына жерде міне біздің парковочный зона, 15-17 машина сияды. Ар жақта біздің автобусымыз тұр, 55 орындық. Ол былай айтқан кезде жеке бұл SD-нің автобусы. Иә, бұл в основном бұл автобуспен біздің профкоманда жүреді. Балалар үшін біздің микроавтобусымыз бар. Дәл қазір ол ары-бері маршрутта балалар развозкада я қазір. Күшті, развозкада арнайы балаларға арналған автобус, иә? Иә, жасөспірімдер болсын, үлкен болсын, осы промежуток расписание арасында балаларды апарып алып келіп тұрады. Түсінікті. Так, осы академияның бір айлық обороты қанша және таза пайда қанша соның ішінде? Бір айлық обороты 15 миллион, таза қолымызға түсетіні енді 7 миллион ғой, 7 миллион бір нәрсе. Налогты алып тастаймыз. Айтқанда 50% таза маржа. Таза маржа, 50%-тен сәл былай жоғары, негізінде. Өте күшті негізі кәсіп үшін. Бұл жерде мысалға шығындар көп қой, мысалы біздің жаттықтырушыларымызға өте жақсы қаражат төлейміз. Одан бөлек көмір аламыз, ішіндегі светіміз бар. Одан кейін жаңағындай бір нәрсе сынады демекші, автобустарымыз, микроавтобустарымызға жаңағындай соляркамызды қоямыз. 2 жүргізушіміз бар. Солардың бәрінің айлықтары бар демекші. Сол барлық шығындарды алып тастағанда негізінде одан да үнемдеп
былай негізінен нетуге болады, бірақ та біз енді Алланың берген несі ғой, бағы деп біз барлықтарының бас ауырмасын деп жақсы айлық төлейміз. Өте күшті. Біз қазір Сыдықбек аренада. Біздің футбол клубымыздың мақтанышы, көптен армандаған жетістігіміз ғой біздің. Так, бұл өзі қанша квадрат? В общем, территория ма? Иә. Территория где-то 9,5 мың квадрат қой. 9,5. Иә. Не, мына жерде 7 мың квадрат только алаң. Аха. Ар жақ трибуна бар, бер жақ трибуна бар. Вышка стандарт бойынша түсіруге. Раздевалка, бар кабинет. Ішінде бәрінде душ. Это у нас получается гостевая раздевалка. Там душ, туалет, кондиционер. Это комната, получается, техника, бар кабинет. Здесь бар будет и камеру кто смотрит. Так, осы 500 миллион кетті. Я кругом бегом, я непредвиденный расходтары бар демекші, көптеген басқа да жұмыстары бар. Шамамен қанша уақытта Бұл ақталмайды ғой негізінде. Бұны только махаббат, қатты футболды сүйетін адамдар ғана жасамаса, мен просто неге инфрақұрылымға көп көңіл бөлдік. Өйткені бұл айтқан кезде арман ғой. Арманға қол жеткізе алсақ, мысалға, сен негізінде соған ұмтылсаң, Алла тағала өзі көмектеседі екен. Мына жерде тренерлер өздері ойынның алдында жаңағындай установкаларын беріп, индивидуальный ойынға протокол деген сияқты сондайларды жазады. Ар жағында біздің медицинский кабинет. Командамыздың раздевалкасы, общий балалардың. Осы жерде бәрі киімін ауыстырып, осы жерден ойынға шығады. Мына жерде бізде жаңағы келген болбойлар, обслуживающий балалар киінеді, оларында душ отдельно. И мына жерде судейская, судьялар киімдерін ауыстырады. Мына жерде купол тұр, балаларға ашылған. Мына жерде қазір мынандай коридор болады. Анаға шейін апарылады, осы 1-2 күнде істелінетін жұмыс. Ішінде газон болады, қысты күні осы жерде балалар жатады. Уже доқты осы жаттығуын уже жасай береді, иә? Осы жерде міне. Айтуды ұмытып кеттім, мынау біздің баня. Бұның баняның жүр ішін көрсетейін сен. Бұл кайф енді, бұл баня біздің футболисттер келіп, өздері парить етіп, парилкасы бәрі новый, кәдімгідей күшті негізі. Түген бәрі салафанмен тұр ғой әлі? Иә, бәрі салафанмен. Міне мына жерде тастары бәрі тұр. Бәрі жып-жаңа сыланған. Так, құрметті достар, біз қазір SD Family'дің Алматыдағы филиалындамыз. Бүгін бізде қонақта Арчибальд Артур Асқарұлы, генеральный директор SD Family Алматы. Дұрыс. Ең бірінші франшиз алған адам. Неге сен SD-ні вообще школьный академия ашам деп шештің? Ну, это такой философский вопрос. Это с детства именно идет. С детства футбол сильно любил. И мне, как и многим, не разрешили играть. Саған футбол нан болмайды деп, как и многим нам говорили. Вот, и я захотел вот этот момент разрушить, короче, вот это мнение. Захотел для детей все условия сделать для того, чтобы они смогли дойти до профуровня, чтобы они могли зарабатывать вот, футболом на жизнь. И вот SD Family пришел в мою жизнь, я понял, что много детей любят SD Family, я люблю SD Family, я верю в проект Дидара и такой, давай я в Алмате сделаю, где пойдем Дидарға. И бірінші франшизаны сен алдың, да? Я бірінші франшизаны алдым. Апрельде. Еще интересный факт, что мы именно открылись 25 апреля. Это день казахстанского футбола. Но это случайно произошло, да, совершенно случайно. Мы здесь собрали, короче, детей, открылись. У нас было на тот момент 60 или 70 детей где-то. Вот. А сейчас уже 300. Так, жалпынан бастаған кезде вообще қанша қаражат кетті бастапқыда? Сколько денег ушло? Ну, все со своих выливали. Уши замерзли. Я не считал, честно. Но в моменте у меня закончились деньги. Но их было изначально достаточно. Вот. Я просто настолько не считал, что вот хотел все вот сюда отдать. Но точно знаю, что спустя, ну сколько это, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь, вот 7-й месяц пошел нам, могу сказать, что мы уже как 2 месяца вышли в ноль и даже уже начали зарабатывать. То есть через полгода мы уже начали зарабатывать. Қанша ақша кетті примерно? Ну, примерно 5-10 миллион примерно. Даже 10 миллионға дейін кетіп қалды, да? Ну, это полностью, понимаешь? Это сейчас Дидар классно делает для франчайзи. Закупает мячи, там изначально фишки, инвентарь какой-то первоначальный дает. Мы это все сами делали. Қазір қанша оқушы бар?
300-ден астам уже. 300-ден астам? Иә. Да. Айына бір адам қанша төлейді бір оқушы? Бізде 150 адам именно тегін. Тегін? Тегін, я. Ага. Это именно малообеспеченные, многодетные семьи. У нас есть родители-одиночки, родители, матери инвалиды даже с инвалидной степенью, и которым тяжело оплачивать, но у них дети проходят отбор у нас. Это не так просто, что вот, допустим, малообеспеченный, многодетный, он приходит и не умеет играть. Это не так, он проходит отбор изначально. Мы смотрим, получится или нет, потому что мы больше за профессиональный спорт. Это не медийный SD Family. Мы здесь хотим готовить к профессиональному футболу. Да, поэтому у нас 150 детей сейчас тренируются на бесплатной основе и 150 детей платные. Потому что у нас есть в каждом возрасте, допустим, 2008 год играет, у нас там есть основной состав и резервный состав. Резервные только пришли, которые хотят заниматься. Мы их тоже желания не можем. Я вот не хочу, чтобы, как у меня было в детстве, там меня сразу встретили, эй, болмайт, нан болмайт, футбол, не занимайся. Мы хотим, чтобы он попробовал. Вдруг мы ошибаемся. Сколько таких историй в профутболе, когда типа там в Месси не верили, у него рост маленький, а он по итогу каким футболистом стал. Поэтому мы хотим дать шанс, и два состава там есть, резервный и основной. И в основном все из резервных составов у нас платят 18 тысяч тенге, 5-разовые тренировки это в неделю. Плюс у нас есть, естественно, вот эти моменты по бесплатным мы покрываем за счет наших спонсоров. Я привлек сюда спонсоров, это Royal Flowers, мой брат Адиль, который поддержал проект, это генеральный наш спонсор, титульный спонсор нашей команды. Благодаря нему у нас есть развозка, у нас тренируются дети. 100 детей, это за счет Royal Flowers. 50 детей у нас тренируются за счет вторых наших спонсоров, это Кастрол. Вот они нас тоже поддерживают на разные поездки, мы там в Талтыкурган ездили поддержать профкоманду и так далее, и так далее, и так далее. Разные там мерчи дают ребята, то есть очень сильно тоже поддерживают. Кастрол, кстати, это помимо... У них две связки есть вообще с футболом в мире. Да? Первая это SD Family, как вы поняли, в Казахстане, в Алмате, ну здесь вот. Вторая это они официальные спонсоры АПЛ. Серьезно? Да. Получается, что связывает SD Family и АПЛ, это Кастрол. Так, это вновь Касидер стадиондар, да? Это наш стадион, наше поле, да. Как ты понял, уже снег пошел, и вот сейчас чистится. Здесь у нас, несмотря на влажный, сухой холод в Алмате, дети с 2007 года по 2016 тренируются на поле, будут тренироваться зимой, потому что, ну, им надо привыкать к условиям, в которых играет Казахстан. В те сезоны, ну, в которые тренируемся здесь. Младший возраст с 2016 года по 2018, это получается уже вот малыши, они тренируются, мы их в помещение загоняем уже. Но тоже на газоне, это не паркет, это не футзал. Да? Да, именно вот там газон в тепле просто. Они понятно. тренируются там. Так, на яхта получается, сендер вообще арендовать да? Да, аренда выходит в месяц около 2-2,5 миллионов. Ана жерде раздевалкалар, ана жерде бізде офис та бар, инвентарный, ну и все, в принципе. Идем в жаққа бір тұрып сразу. Кет. Добро пожаловать на офис. Ребят, познакомься, это Даулет, бизнес-YouTube-блогер. Это тренер Расул, главный тренер, руководитель академии по спортивной части. Это Булат Адилович, наш исполнительный директор. Это Али. Он попросит это вырезать. Это администратор поля, главный человек, который здесь что-то решает. Докажи, что больше всего мы платим тебе. Это они. Это Альнур, наш камерамен, человек, который отвечает за контент. Анеля, руководитель отдела продаж. Сендер қазір 300-ге жоқ бала бардың, да? Основной трафик қаяқтан келіп жатыр сонда? Ну, наверное, Анеля на этот вопрос ответит. Держи. Бана Арчи айтты бізге то, что 300 адам бар деді, 300 оқушы да. Қаяқтан келеді основной трафик, реклама қай жерге запускать етесіздер? У нас реклама идет через Инстаграм и ТикТок в основном, но большинство людей узнает через сарафанное радио. То есть кто-то советует своим друзьям, у нас вот мы семья, поэтому все советуют своим родственникам, близким, и дети, которые бегают, играют во дворе. Говорят своим друзьям, что вот, я играю в SD Family, пойдем играть с нами. То есть в основном приходят вот так, через знакомых и через ТикТок, Инстаграм. Получается, вообще таргет еще не запускать песни, просто контент запускаем, у нас вот видео сейчас залетают в рекомендации, глобальные, мировые, поэтому мы пока без таргета делаем. Сейчас мы набираем по 1 миллиону, по 500 тысяч просмотров в ТикТоке. Вот, и солар қылы, короче, оттуда приходят, да, ребята. Күшті. Жалпы футбольный академияда главный нәрсе ол тренер,
Так, вообще Қазақстанда мысалы басқа бір жерде академия ашыламын десе, тренерлар қайдан табуға болады? Тренерларды қазір бізде у нас сейчас в Федерации футбола Казахстана вообще проходит обучение для тренеров разных категорий. Самая низкая категория у нас D и самая высокая УЕФА Про. В плане тренеров, где искать и где найти опытных тренеров, я думаю, надо в Федерацию футбола обращаться. Да. Негізі тренер көп. Негізі тренерлар көп, иә. Қазір 300 оқушы бар деді. Сол 300 оқушыға қанша тренер керек негізі? 300 оқушыға. Бір тренер қанша адамды қамти алады? Негізі бір тренер 20 адамнан аса тренировка жасамайды. Біздің академияда мысалда бір группада 2 тренер жұмыс істейді. 2012-ден бастап, 10 жасты балалардан бастап, 16 жасты балаларға бір тренер жетеді. Осы футбольный школа академия ашатын адамдарға негізі мемлекеттен субсидия көмек бар ма негізі? На самом деле есть, и мы изначально хотели встать на такие программы, как Даму Бала и Артспорт. Классная на самом деле программа, что государство помогает и частникам, которые хотят открыть футбольные секции, и людям, которые хотят заниматься, но у них нет на это средств. Но, к сожалению, у нас не получилось встать на эту программу. Мы были там чуть ли не 44-тысячные в очереди. Да, это очень-очень тяжело, потому что все хотят это делать. Я еще знаю, что в этой программе есть не очень хорошие люди, которые чисто зарабатывают на этом. Причем есть люди, которые помогают встать на эту программу, тоже нужно откинуть. Короче, максимально казахская схема, и я решил от нее в принципе отказаться. Как только я отказался, мне пришли вот такие вот идеи, как я уже говорил, привлечь частных спонсоров, да, партнеров, благодаря которым мы сможем дать именно тем нуждающимся семьям, которые действительно хотят заниматься, которые действительно хотят чего-то добиться в футболе, именно им дать благодаря отбору шанс играть. Вот. А те, кто хотят просто тренироваться, чтобы платили за это деньги. Потому что они должны знать цену тренировок. Мы даем 5 тренировок в неделю, 3 на поле, 1 тренировка ОФП, общей физической подготовки, и 1 теория. То есть у нас есть развозка, мы много чего даем, мы даем бесплатные формы на игру, которые тоже цех у нас в Турции. Ну, мы много очень всего даем, и я хочу, чтобы это оценивалось вот как раз таки вот такой оплатой. А те, кто, конечно, не могут, они проходят отбор и тренируются. Вот. Как только я отказался от этой идеи там, получать деньги от государства, сразу, помню, вышла новость в социальных сетях, там, читал, что в одной из, кстати, программ, Артспорт, кажется, там поискали, короче, начали копаться в ней, и там вообще были зарегистрированы проститутки, наркоманы, короче. Ну, я прям видел, это было написано. Насколько сейчас знаю, чуть-чуть пофиксили, короче, вот эту программу, может, даже закрыли, может, не закрыли, не знаю. Но мы точно отказались от этого, и сейчас не от государства независим, и просто мы вот реально частники, которые дают вот такие возможности для малообеспеченных семей сами. Например, когда мне футбольная академия ашам деп шештім, мен неден бастаймын қазір? Изначально, наверное, нужно тогда найти тренера, одного хотя бы, который уже где-то тренировал. Если он уже где-то тренировал, у него уже есть какие-то возраста, у него уже есть какие-то ребята. Если ты его захантишь, если ты его уговоришь перейти к тебе, то, скорее всего, те дети, которые у него тренируются, пойдут за ним. Потом я бы нашел поле хорошее очень. Сразу, в зависимости от региона, я бы понял, мне как нужно зимой решить. Очень холодно, допустим, в Уральске там очень холодно, там, не знаю, в Костанае вообще зимой невозможно на улице, там только Тобол-арена, наверное, если может, и футзал только, наверное, есть. То есть я вот эти моменты там продумывал бы. У нас в Алмате, как я уже говорил, там взрослые могут на улице тренироваться, но малышей тоже нужно в тепло уже переводить. Поле нашел бы, инвентарь закупил бы, обязательно они с чем-то должны тренироваться. И думал бы над рекламами, ну, чтобы больше детей приводить. Вот. Соответственно, потом все это увеличило бы. Это основная база, что нужно. Поле, инвентарь, тренер. Так, а инвентарь как закупаться будет? Да везде, ну, изначально можно просто на базарах, да, дальше тоже. Тут везде нужно просто, ну, какой есть способ увеличивать объемы в бизнесе или становиться лучше? Просто улучшивать те позиции, которые уже есть, дойти до какого-то уровня. Это просто покупать качественные, потом оригинальные. Но с чего-то нужно начинать изначально.
Наверное, все начинают с неоригиналов. Мы не исключение, у нас были неоригинальные мячи изначально. Сейчас у нас, мы оригинальные только покупаем инвентарь. У нас, я помню, мы в начале, ворота, у нас тренера маленькие ворота сделали из этого. Из чего, господи, вы сделали их? Из пластиковых труб вот так вот соединили. До сих пор они где-то, в инвентаре они лежат. Из пластиковых труб вот так сделали, сеткой сами обвязали. Вот так вот выкручивали вначале, потому что не было денег. Вот так вот делали. Давлет, вы приехали в воскресенье, и сегодня нет тренировок, сегодня только будут игры, они чуть попозже. Давайте так покажу форму, не на игроках, а вот так вот. Как я говорил, титульные наши спонсоры Royal Flowers, SD Family. Как ты уже понял, формы отличаются от астанинских, мы сделали ее под свой лад. Герб Алматы — это снежный барс. А, да? Да, это такие пятна снежного барса. Вот здесь хотим еще доработать. Здесь вот кастролы, вот здесь хотим сделать такие горы. Вот, как будто, не как будто, а как будто Алмата. Вот, как есть. Да, так выглядит наша форма. Именно их, это игровая наша форма цвета Тиффани. Мы их даем нашим игрокам на игры бесплатно. То есть они не платят, это бесплатно, это то, что входит в их оплату. Вот, и те, кто бесплатно занимается, тоже бесплатно их получают. А полный экипировка қанша тұрады негізі? Тренировочные мы продаем. Тренировочно мы с каждым игроком заключаем контракт, где дисциплинарные разные пункты они должны выполнять, где там выписаны моменты, если, допустим, они 2 раза не приходят на тренировку без уважительной причины, мы с ними прощаемся, контракт аннулируем. И после подписания этого договора в течение месяца игроки должны купить тренировочную форму. То есть вот эта игровая выдается им бесплатно, тренировочную они должны купить, она стоит 15 тысяч тенге. Футбольный академия ашқысы келетін адамдарға берер кеңесің қандай? Ой, я бы, наверное, просто посоветовал бы не париться и взять академию, франшизу академии. Имя есть, на имя идут. Вот у руководителя отдела продаж в Анели спрашивали, но ты не доспросил, типа, а из-за чего они остаются? В первую очередь, я бы сказал, остаются из-за того, что качественные тренера и очень крутые возможности. Помимо того, что предложения, которые мы им даем, то, что форму даем, там недорого, условно, есть развозка и 5-разовые тренировки. Мы же даем им возможности, здесь вот такая лестница футбольная есть, то есть они вот играют у нас в академии, тренируются 5 раз в день, все им дается. Потом они доходят до старшего возраста, мы устраиваем для них просмотр в основную команду. Вот сейчас вот 2-я лига еще появляется и 1-я лига. Мы делаем просмотры, тренера приезжают с 2 профессиональных команд, смотрят, забирают себе лучших на сбор, в сборе смотрят на них и кого-то оставляют уже. То есть мы даем прям лестницу в профессиональный спорт. Поэтому типа здесь я вижу и благие намерения, не просто там зарабатывание денег. А если ты любишь футбол, ты можешь сделать так, чтобы его многие любили и еще и попробовали себя в профессиональном футболе, благодаря тому, что есть такая большая инфраструктура и экосистема в SD Family. Вот. Но мы только начинаем, понятное дело, вначале где-то будет у нас какие-то ошибки, на какие-то будем капканы, не знаю, натыкаться, в ямы падать, но мы первые, кто это начинает. Первым всегда будет сложно. Вот. Но в дальнейшем, думаю, будет все хорошо. Мынау біз қазір енді біздің центральный офис болғаннан осы жаққа шақырып жатырмыз. Бұл жерде мына астында міне творческий мынандай атмосфера ғой, көріп жатсың. Мына жерде бізде продакшн отырады. Продакшн осы жерде бізде. Айтқанда Инстаграмға, ТикТокқа, ютубқа шығатын нәрсе осы жерде шығады. ТикТок, бүкіл ойлар, жаңағындай бүкіл проектілердің бір андай сыртқы бейнесін бәрін осы жерден разгонять етіп осы жерден жасайды. Міне бізде даже элементарно міне продакшнға, медиаға міне біздің экипировкаларымызды клейт етеді. Соның бәрі осы жерде. Және де міне осы жерді көрсетейін. Қазір осы жерде мысалы сен айтып жатсың ғой, интервью болады деп. Осы жерде де бізде съемкалар өтеді. Барлық YouTube-тағы біздің проектілеріміздің жаңағы нелері, оны да көрсетеміз. Мынау менің жеке кабинетім. Бұл жерде де міне бізде как всегда коробкалар, футбольный доптар. Мына жерге біз кішігірім. Осы менің жұмыс орным. Бұл футбол кәсібінде енді қазір сіз айтып тұрсыз, академияда оқушылардан жаңағыдай обучение арқылы штабыңыздар. Және де одан басқа қалай штабуға болады именно осы бизнесте? Әлі досым болғаннан кейін бәрі шындықты айтамын. Бұл жерде экипировка деген болады, форма деген болады. Соны сатқаннан кейін бізге
партнерларымыз кішігірім процент былай вознаграждениесін береді. Енді ол үлкен табыс емес, бірақ та енді основной табыс. Қосымша табыс ретінде. Қосымша табыс ретінде жаңағындай және де основной доход ол балалардың оқуынан, оқуының төлегенінен. Түсінікті. Количество керек қой, бір сөзбен айтқанда, егер де қатты ақша тапқың келсе, набор көп болу керек. Сіздер қазір естуімше франшиза сатып бастадыңдар, иә? Иә. Так, франшизаның ішіне не кіреді негізі? Франшизаның бағасы туралы сразу айта кетейін. Негізінде осы сұрақ бойынша көп ұрыстық. Көп ұрыстық, неге десек, біз 3,5 миллионға дарым беріп жатырмыз. 3,5 миллион теңге? Иә, и роялтисі 200 мың теңге всего лишь. Плюс біз оларға блогерлер арқылы үлкен трафик нагонять етіп, наборымен көмектесеміз, және де менің өзімнің жеке инструментальный обучение қалай бәрін жүргізу керек деген сияқты. Сол себепті өте үлкен дау болды, неге арзанға беріп жатырсың деген сияқты. Бірақ та мен айтып жатырмын ғой, менің мақсатым келесі жыл 10 мың оқушысы жинау, солардың ішінен отборный дегендей бір 25 мықты академияның жасөспірімдерін 2-ші лигаға, оларды жақсылап жаттықтырып, ары-қаратай 1-ші лига деген сияқты. Соның ішіне кіреді? Соның ішіне кіреді, барлығын ұйымдастырып береміз, бір сөзбен айтқан кезде. Өз қаласында мысалы ашатын болса, егер мен мысалы ашатын болсам, тренерлер табуға көмекті бол ма? Әрине. Мен әр қалада өзімнің жақсы таныстарым бар. Өкінішке орай футболшылар жұмыссыз көп отыр негізінде. Футболдан өз-өзін таппаған адамдар көп. Түсінікті. Қазір мысалы мен 3,5 миллионға алдық дейік, мен шамамен қанша уақытта ақтаймын? 6 айда уже өз-өзін өтеп тастайды, ол 100%. Негізінде 3-4 айда негізінде, егер де жақсылап жұмыс істесең. Енді бірақ та біз енді бұл жерде 2 миссияны орындап жатырмыз да. Өзіміздің миссиямыз ол балаларды воспитанниктарды жинау, және екіншіден өзіміздің былай айтқан кезде қарапайым қазекелеріне көмек ретінде ақша тапсын, жұмыссыз болмасын деген сияқты. Құрметті достар, егер де сіздерге осындай франшиза, осындай кәсіптің түрі қызық болатын болса, астына номер қалдырып кетеміз, міндетті түрде хабарласыңыздар, толықтай консультация алып, қызық болып жатса сатып алыңыздар. Так, қорытындылайық. Егер осындай кәсіппен, немесе Қазақстанда бір кәсіппен алсам деген адамдарға бір берер кеңесіңіз қандай? Енді өкінішке орай бізде қазір жас балалар, мысалы бизнесмендер қазір көбісі жаңағындай TikTok, интернетті көріп алады да, ой, оқымау керек, жұмыс істемеу керек, там жеңіл ақшаға жүгіреді ғой. Жеңіл ақша. Бірақ та сіздерге айтарым, еш уақытта жеңіл ақша болмайды. Жеңіл ақшаның тапқан ақшаның жолы қиын болады. Және де өз ісіңізді сүйіп, шыдамдылық керек. Және де өзіміздің жаңа франшизамыз туралы айтатын болсақ, мысалға өзіміздің академиямыз, бұл 10 жылдық еңбектің белгісі. Және де бұл ешқандай курс емес қазір. Кейбіреулер көріп атып, андай қазір инфо-цыгандар көп болып кетті ғой мысалы. Бұл жерде сіз міндетті түрде 2-ші айдан бастап ақша табасыз. Ол үшін мен айтып жатырмын ғой, гарантия беремін. Ол ең бастысы еңбек етсе ақша көп болады. Түсінікті. Құрметті достар, осымен шығарылым соңына аяқталды. Сізге үлкен рахмет. Келіскеніңізге. Сонау Алматыдан келгеніңізге сізге рахмет. Қойылмаған сұрақтар болатын болса комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде сұрап, сіздерге жауап беруге тырысамын. Осындай пайдалы контентті қолдауды ұмытпайық. Сіздерден комментарий, лайк, подписка. Бұл іскер соңы рахмет.